Бүгінгі видеода телефонмен топпер жасап үйренеміз. Достар, менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге қажетті программа бұл Pinterest программасы. Pinterestке кіріп, поискқа рамки для текста деп жазасыздар. Сосын әртүрлі осындай рамка шығарады, ішінен қалағанын скачать етіп аласыздар. Содан кейін нежный цветочный фон деп қайтадан жазасыздар. Сіздерге әртүрлі әдемі фондар шығарып береді. Мен ішіне осындай екі фон таңдадым. Біреу міне осы розовый фон, екінші әртүрлі түстегі гүлдердің фонын таңдадым. Содан кейін біз PicsArt программасына кіреміз. PicsArtқа кіргеннен кейін ортасына плюсикті басып, A4 размеріндегі ақ парақты таңдаймыз. Содан кейін добавить фото деп жаңағы рамкамызды осылай орналастырып аламыз. Төбесінде 2-4 бөлшін бастаңыздар, копия деп шығады. Міне қазір сақтап алдық. Енді қазір Magic Eraser дейтін программаға кіреміз. Достар, мені барлықтарыңыз сұрап жатасыздар. Бұл программалардың барлығы App Store'да бар және тегін. Қазір Magic Eraser мен орталарын алып тастадық. Содан кейін PicsArtқа кіреміз де рисовать дейтіннің ішінен добавить фото деп жаңағы таңдаған екі фонымызды осылай қойып аламыз. Қазір міне орналастырамыз қажетінше. Содан кейін ана төбесіндегі 2-4 бөлшін бассаңыздар, осылай шығады. Сосын ана фонды астыға түсіресіздер. Сонда сурет артына кетіп қалады. Одан кейін екінші фонды дәл солай рисовать, добавить фон деу арқылы дәл солай қойып аламыз. Төбесіне 4 бөлшін басып, міне астыға түсіреміз. Бізде дайын. Енді қазір текст дегенге кіріп, өзімізге қажетті сөздерді жазамыз. Мен мысалы қош келдіңіздер деп жаздым. Содан кейін тексттің ішіне міне ана қасында тұрған жаңа коронасы барлар таңдамаңыздар. Гарамонт деген таңдасаңыздар, ол тегін. Міне бізде барлығы дайын.